Йоу, бәріне сәлем. Бүгін бізде болмыш жолы 4-ші сериясы. Бүгін сіздер менің қандай машина алғанымды және де қандай киімдер алып оларды қалай сатқанымды көресіздер. Приятного просмотра. Мен өзімнің Skyline көлігімді Вова деген адамға 1.100.000-ға саттым. Машинамды сатқаннан кейін мен армиядағы заданиялардың уақытысы келіп қалыпты. Сол заданияларды орындауға келдім. Мен VIP-чатта Хоми деген скинді 70 мыңға сатып жатқан адамды көріп, бірден бардым. Мен ол скинді алып, бірден маркетплейсқа кірдім. Маркетплейста ең арзан бағада сатуды жөн көрдім, яғни 90 мыңға. Сол 90 мыңға сатқан скиннен маған 81 мың теңге комиссиямен келеді. Хоми деген скинді маркетплейсқа қойып болғаннан кейін, өзімнің басқа да скиндерімді, киімдерімді маркетплейсқа қоюды жөн көрдім. Мен армия жұмысынан шығып кетіп, семей жұмысына келдім. Семей жұмысынан мен өзімнің заданияларымды істедім. Мен енді заданиямды бітірген кезде мені админ мут беріп жіберді. Бізде болмыш жолы 4-ші сериясы бітті. Кімге видео ұнады, лайк басып, подписка істеп, комментария жазып өтіңіздер. Маған оның бәрі қолдау болып келеді. Сау болыңыздар.